ал уағызды тыңдау үшін салбыраған құлақ болса болды деген. Кеше мынада бір сөзді көзім шалып қалды. Егер мешітте химия, физика, математика, биология жайлы жалпы ғылыми тақырыпта әңгіме болса, ешкім бармас еді. Ал уағызды тыңдау үшін салбыраған құлақ болса болды деген. Менің өзіме бұл сөз қатты өтті. Бірақ бұның себебін ешкім түсіндірген жоқ. Бұның негізгі себебі адамның миында. Мына адамның артқы миында хайуани миы 250 миллион жыл болған. Бұл ғылыми атауы рептильный мозг деп аталынады. Бұның функциясы аман қалу, жан сақтау және ұрпақ жалғастыру, яғни секс. Бұдан басқа ода ой жоқ. Бұл ми адамның энергиясын үнемдеу үшін ойлануды талап ететін нәрселерден аулақ жүреді. Яғни энергия жұмсағысы келмейді. Бәсе неге біздің имамдар тұрмыстық қатынаспен белден төменнен басқа әңгіме айтпайды? Себебі